Қайырлы күн достар, сіздер менен Айдана. Бүгін мен сіздер менен бірге қысқа сақталатұғын осындай личо салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны толық қараңыздар. Ең жақсы рецепттердің бірі. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, сіздерде жасап көріңіздер, қыстық салаттардың ең жақсы рецепттерінің бір түрі. Бізге керек болады тұз, сұйық май, сәбзі, тәтті бұрыш, қызанақ, осындай аскөктер керек болады, сарымсақ, ақпияз керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Соң үстіне ақпиязымызды салып, оны қуырып аламыз. Мінекей пиязымыз жақсылап қуырмалап алынды. Енді бұның үстіне сәбізімізді салып, оны да жақсылап араластырып аламыз да 5 минуттай қуырып қоямыз. Осылай сәбізіміз қуырмаланады жақсылап. Қуырмаланып болғаннан соң үстіне тәтті бұрышымызды саламыз. Тәтті бұрышымызды салып алдық. Енді оны жақсылап араластырып, үстіне қызанағымызды салып аламыз. Мінекей осылай қызанағымызды салып болып, араластырмай тек бетін тегістеп 10 минут қуырмалап аламыз. Қызанағымыз осылай тұруы қажет. Он минут өткеннен соң жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластыруымыз керек. Соң үстіне сарымсағымызды саламыз. Татымына қарай тұз саламыз. Сарымсақты мен майда қылып турамадым. Өздеріңіздің қалауыңызша бұл. Майда қылып турасаңыздар да болады. Үстіне осындай аскөктерімізді салып аламыз. Аскөгімізді салып болғаннан соң үстіне қара бұрыш салдым. Соң кинза салдым. Кинза бұл сіздердің салаттарыңызға жақсы дәм береді. Сіздерде салсаңыздар болады. Достар, мінекей салат дайын болды. Менде 50 минут тұрды. Достар, сіздерде жасап көріңіздер. Ең жақсы рецепт. Сіздер ойлағандарыңыздан да ең күшті болып шығатын рецепт. Рецепті де қол жетімді, әрі дайындалуы да оңай. Қараңыздар, мінекей әдемі, осылай дәмді болып шығады. Осылай мен банкаға құйып алдым. Банкаларды, крышкаларды жақсылап өздеріңіз стерилизациялайсыздар. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда сіздер менен ең жақсы рецепттермен бөлісемін.